Барлықтарыңыздың бүгінгі күндеріңіз жақсы өтсін. Енді қазір біз сіздермен жаңа сабағымызды үй тапсырмасын сұрамас бұрын мынандай сұраққа жауап берейік. Ең бірінші сұрақтың жауабын мен айтамын. Сағат тілі бойынша Батырханнан ары қарай бәріміз айтып шығамыз. Екі сөз тіркесімен. Мен кіммін? Ал енді жауабымды айтамын. Мен мұғаліммін. Міндетім оқушыларға білім, нәрін беріп сусындату. Мен оқушымын. Мен өзімнің мұғалім айтқан оқып алып, мұғалім айтқан істеймін. Жақсы. Тез сөйледі. Мен оқушымын. Мен мұғалім не істеді, соны істеу керекпін. Шама-шама жүреді. Тек қана оқушымен емес, басқа да айтатын болады, өмір туралы да өз еріктеріңіз. Не айтыларыңыз керек? Мен оқушымын. Мұғалім қандай тапсырма береді, соны орындап тыңдап. Жақсы. Мұғалім үйреткен нәрсені 11 классқа дейін тиянақты жаттап алу керек. Мен оқушымын. Және де мен мұғалімнің айтқан барлық нәрселерін істеу керекпін. Үй жұмысын барлығын істеу керекпін. Мен оқушымын. Мен мұғалімнің мен оқушымын. Мен мұғалім тыңдап, мұғалім не айтады, соны істеу керекпін. Және мұғалімді сыйлау керекпін. Мен өмірге қызығушылықпен қарайтын баламын. Менің міндетім ата-ананың тәртібін тыңдау және мұғалімнен өнеге тәртіптерін өткізу. Өте тамаша, керемет. Мен оқушымын. Мен сабақтан білім алып келемін. Мен оқушымын. Мен мұғалімді тыңдап, әрқашан да оқыту керек. Керемет. Жақсы балалар. Енді сабақ бойы осы сауалға ойланып отырып, өйткені сабақтың соңында осы сауалға қайтып келеміз. Түсінікті ме? Қазір орнымызға отырмас бұрын барлықтарымыз бері қарай қарайықшы. Бері қарай қараған кезде бұл жерде парақшалар бар. Осы парақшаларды бір-бірден аламыз. Бір-бірден аламыз. Кәнекей бір-бірден аламыз да қараңыздар. Парақшалардың сурет толық па? Сурет толық па? Кешіңіздер бір жеткен. Сурет толық емес, е? Сурет толық болмаса, қазір осы суретіміздің жалғасын іздеймізді, бірге сол суретімізбен топ болып отыра қаламыз. Тез-тез қимылдар, жалғастарымыз іздеген біз-біріміздің жалғас. Суретті құрастыра қояйық, суретті құрастырамыз. Кім-кім бірге құрастырды, бір топ боламыз. Кім-кім? Кәнекей. Суретін жасап көрсете қояйық. Кәнекей. Құрадыңдар ма? Топтармен бар бір жерге отыра қалыңдар. Қазір көрсетесіңдер. Бәріміз суреттерімізді осылай көрсете қаламыз. Түсінікті ме? Құрадық па? Кәне, дұрыс құрадыңыздар. Өте тамаша, керемет, жақсы. Ал енді сол топпен отыра қаламыз. Отыра қалайық. Тез-тез. Осы жерде парта болса, отыра қалыңыздар. Енді өздеріңіз білесіздер, бағалау парақшасы бәрі сіздердің алдарыңызда. Топ ішінен бірден бағалаушы топ басшысын сайлап аламыз. Уақытымызды бағалап тұрамыз. Енді қазіргі уақытта кәнекей бәрімізге қызықты, е? Қай топта қандай сурет көрсетпедіңдер ме? Бәрі қыздар көмектесіңіздерші. Яғни бұл топ кітап суреті шыққан екен. Екінші топ сіздер. Сіздерде қандай сурет шықты? Қандай сурет шықты? Кәне бәрі көресіз. Сюжетті көрсете қойыңыздар, балалар қарай қойып, орныңызда көрсете береміз балалар. Тез. Бұл топта қандай сурет шыққан екен балалар? Осы топта қалам суреті шыққан екен. Жақсы отыра қойып, келесі топ орындарыңызда көрсете қойыңыздар. Бәріміз үшінші топқа қарай қойып. Қандай сурет шыққан екен? Мінекей, жақсы, отыра қойыңыздар. Суреттерді бір жақшетіне қарай алып қойып өтіншісі маңдай. Енді балалар қарайық. Бер қараңыздаршы. Бұл жерде кітап тұр, қалам тұр, тақия тұр. Тақия қай халыққа тән дүние? Қазақ халқына. Бұл біздің киелі қандай неміз? Бас киіміміз. Жақсы. Енді осымен топқа бөлінді. Енді қазір мен сендерден үй тапсырмасын балмұздақ таяқшалар арқылы тексеріп шығам. Бірақ балмұздақ таяқшасын топтан бір тапсырма аламыз. Бір балмұздақ таяқшасын аламыз да топ бойынша сол сұраққа тез-тез дайындаламыз. Тек
1 минуттың ішінде ойлануға уақыт беріледі. Кез келген таяқшаны ала қойыңыз. Дайындала қойыңыз. Кез келген таяқша. Кез келген таяқша. Жақсы. Жылдамдық біздің серігіміз бүгінгі күннің. Дайын болсақ, дайынбыз дейміз балалар. Жақсы. Ал, барлығымызда жинақталамыз. 2 топ. 1-ші топ дайынбыз дейді. Кәнекей, сондықтан біз 1-ші топтан бастаймыз. 1-ші топ жауап береді. Қалғандарымыз тыңдаймыз, дұрысы ма, бұрысы бар ма екен? Кәнекей, бастаңыздар. Нақтандаймыз. Ислам, отыра қой орнына. Сұрақтарыңызды оқыңыздар бірінші. Абай Құнанбаев туған жылы шығармасында үзін топқа апарғанда өзен жылы туылған. Жақсы. Туған жылы дедіңіздер, сосын сіздерде не? Әсемпаз болма әнеге өлеңінен үзінді. Үзінді. Біреулеріңіз оқыңыздар, қалғандарыңыз отыра беріңіз. Әсемпаз болма әнеге өлеңпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап қалан. Тамаша. Балалар, отыра қойыңыздар. Осы топты бағалауымызды алдарымыздағы бағдаршам әдісімен бағалаймыз. Бағдаршам түсімен бағалаймыз. Кәнекей, бір жақ шетіне бағдаршамымызды қоямыз. Бағдаршамымызды қоя қояйық. Жақсы, тамаша. Келесі. 2-ші топ бізде кім бастайды? Армандос бастай қойыңыздар. Біздің сұрағымызда Абай Құнанбаев жанры туралы айтылған тәрбиелік мәні. Осы тақырыпта айтқан сөзді ұмытпау үшін 4 кеңес берілген. Сол 4 кеңес әрқашан есте сақтап жүру керек дейді. Неменеге тәрбиелейді? Кәнекей, барлықтарымыз қосарымыз болса, қалғандарымызды айтыңыз ғой. 31-ші сөзі бізді неменеге тәрбиелейді? Жаңағы 4 нәрсені не істеуіміз керек? 4 нәрсені сақтаныңыздар. Сол кезде біздің қандай қабілетіміз мықты болады балалар? Есте сақтау қабілетіміз. Жақсы. Қара сөзінің жанры қандай жанрда жазылған шығарма? Кәнекей, көмек керек. Айсан айта ғой. Қара сөздің жанры проза және Проза оның ішінде? қара сөз. Жақсы. 3-ші топ. Сұрақтарыңызды қойып. Абай Құнанбаев шығармаларынан үзінді. Абай Құнанбаевтың жер үстінде жарғай өлеңі. Жер үстінде жарғай, сәулесі суға дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзек гүлдеп. Тамаша, керемет балалар, жақсы. Біз сабақта өтпесек те өзінің білетін әнін айтып тұр, иә? Өте керемет. Рахмет саған Батырхан. Бір ғана сұрақ келді, иә, сіздерге. Жақсы. Балалар, үй тапсырмасын осымен тексерісіміз аяқталып деп санайық. Бірақ уақытымыз қалатын болса, әрі қарай да тақырыпқа ораламыз. Енді мен сендерге мынандай сұрақ қойғым келеді. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын біз сіздермен табуымыз керек. Оны табу үшін не істейміз? Алдарыңызға қазір мен кеспе қағаздарын беремін. Яғни осы кеспе қағазда дәл осы тақтада көріп тұрғандай осы жазулар арқылы сіздер маған бүгінгі сабақтың тақырыбын сәйкестендіру керексіздер. Қараңыздаршы, неше ғұламаның есімдер жазылған? 3. Осы үшеуінің бүгін қайсысын өтеді екенбіз? Және оның қандай шығармасын өтеді екенбіз? Соны сіздер сәйкестендіре қоясыздар. Жауабын сәйкестендіргенде көріп тұрсыздар, иә? 1, 2, 3, 1, 2, 3 деп тұр. Яғни 1-де 1, 2-де 2, 3-де 3 деп айтамыз. Болса, бізге 2-3 топ жауап берсінші. Тақия топ жауап
Ал кәне тезіз айта тұрам. Абай Құнанбаевтың шығармасы ол бүгінгі тақырыбымыз Абай Құнанбаев. Ал мына топ бүгінгі тақырыбымыз тақия тобы. Абай Құнанбаев деп ойлаған. Жақсы. Үшінші топ сіздер не ойлайсыздар? Біз Сұлтан Махмұт Торайғыровтың «Мен қазақ» шығарманың түрі. Шығарманың түрі болсам адам болады. Жақсы. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен қазақ шығарманың түрі болсам адам. Яғни үшінші топтың шешімімен келісеміз. Енді балалар қазір дұрыс жауапты қарайық, иә? Жауапты 3-ке 1 екен, иә? Яғни үшінші бізде Сұлтан Махмұт Торайғыров қандай шығармасын өтеміз? Мен қазақ шығамын тірі болсам адам болып. Енді ақын жазушы, мысалы сіздерде алдарыңызда берілген, иә? Енді осы сабақта біз сіздермен нені келіп шығуымыз керек екен, нені біліп шығуымыз керек екен, алдымызға қандай мақсат қоямыз? Қазір мына жердегі тақты көріп тұрмыз ғой, 9 ромб көріп тұрмыз, иә? Ромб фигурасын көріп тұрмыз, 9 ромбқа әр топтан 3 мақсат жаза қояйық. Тез. Секретарьге жаза қойыңыздар да, мына жерге жаза қойыңыздар, мен сіздеріңізбен ажыратамын. Түсінікті ме? Содан кейін саралаймыз. Яғни қандай мақсат болу керек? Яғни немен істейміз қазір? Не орындаймыз? Үшеу жазыңдар, үшеу. Топпен бірге жазамыз балалар. Мақсатын, қандай мақсат болады деп ойлайсыздар бүгінгі сабақта? Өз ойларыңыз. Яғни мен қазақ, шығамын тірі болсам адам болып, шығармалар бойынша қандай мақсат қоямыз алдымызға? Қандай мақсат, яғни сабақта не біліп шығамыз сабақтың соңына дейін? Яғни жаңа өлеңдерін өтеміз деп отырмыз, иә? Яғни не деген сөз балалар? Білгіміз келетін емес, не біліп жарайсыз? Білгіміз келетін өте жақсы. Ал болғандарымыз әкеп бұл жерге ромбқа қоя берейік. Ромбқа қоя береміз. Тез. Жақсы. Нұрбай, тамаша. Мінекей біріншілердің бірі болып Нұрбай әкелді бізге. Айсана келіп жатыр мінекей. Өте тамаша. Мінекей Айдан әкелді. Арман дос. Жақсы. Ислам кездетеміз, тез. Қысқартып жазсаңыздар да мен түсінемін. Кәнекей, Ислам қалып қойдық. Ислам, бола ғой. Болдық па, Ислам? Ислам, болдық. Жарайды, қазір аяқтай қойсың. Енді мінекей бері қараймыз. Мақсат бойынша бүгін сіздердің ойларыңызша Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы мәлімет білгім келеді. Және тақырыбы мен жанры, идеясын білгім келеді дейді. Жақсы, келесі ақынның өмірбаянын және өлеңдерін өтеміз. Мен осы өлеңді оқығым келеді дейді. Тамаша. Тақырып мен идеясын білу, өлең құрылысын талдау дейді. Жақсы. Туған жылын білгім келеді дейді. Мәлімет оқимыз, өлеңдерін өтеміз. Содан кейін өлеңін жақсы оқу, Торайғыровты танып білгім келеді дейді. Жақсы. Өлеңдерін жаттаймын, мәліметтер оқимын. Жақсы айттық және мәдениетті Сұлтан Махмұттың мәліметтер білгім келеді. Тамаша. Енді балалар, саралайықшы. Осының ішінде бүгін қазір сабақта өтетінімізді, одан кейін үйге тапсырма аламыз осының ішінен, мақсаттарымыз ішінен. Және өздігінен меңгеретіміз. Ең бірінші біз нені білуіміз керек? Дұрыс айтасыз, тақырыбы мен идеясы. Яғни тақырыбы мен идеясы бізде бұл жерде бірінші өзі тұр екен, иә? Және осы сабындас бір ғана жауап емес, бірнеше нелеріңіз жазыпсыздар. Жақсы, сосын не істейміз тағы? Ақынның екен қашан дүниеге келеді. Дұрыс айтасың, жақсы. Тағы нені білеміз? Айтамын. Ақынның қандай өлеңдері бар, соны оқып көрейін. Тамаша, шығармашылығымен танысамыз. Сосын айтамын.
Жақсы. Осы ақынның өлеңдерін жаттамам керек. Жаттауымыз керек дейміз. Жақсы, келесі, қазір ендеше қарай, жаңа ақынның қай жылы дүниеге келгенін білгім келеді деді. 1893 жылы Ақмола облысы Қызылту ауданында туған екен. Сұлтанмахмұт Торайғыр небары 27 жыл өмір сүрген, яғни 20 жыл 1900 дүниеден өткен екен. Енді сабақтың мақсатын анықтауда біз қалай сәйкестендірген екенбіз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Жаңа болды ма осындай? Мақсат сіздерде болды. Яғни дұрыс екен, қателеспеппіз да. Шығармадағы бейнелеу, суреттеу құралдарының, яғни әсірелеу, эпитет, өлең құрылысы мағынасын анықтау. Болды ма? Осының ішінде біреу болсын кездесті ме? Қайсыларыңыз жаздыңыздар? Өлең құрылысын кім жазды бағана? Жақсы. Өлең құрылысын анықтау деген болды, Сосын кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырамыз. Жақсы. Қазір енді біз сіздермен тапсырмалар орындаймыз. Тапсырмаларды орындамас бұрын тезірек мына жерде 6 ноутбукке отыра қаламыз. Білімден кезекке кіреміз. 6-шы сынып әдебиетті ашамыз. Ашамыз балдар? 6-шы сынып. Кім кірді бізде? Келін жерге келу. Тағы жастағы отырамын. Сендер неге апанып отырсыңдар? Басып тыңдай береміз балалар. Тілін қазақшаға аударуымыз керек. Қазақша тұрған тілді неге аударып, қазақшада тұрсын тіліміз істемейміз. Балалар мағлұматты нақты тыңдап алыңыздар, өйткені қазір жұмыс жасаймыз. Дауысын қаттырақ қойып өздеріңіз болады. Мен балам, жарқын мен сұрға, ауылға күнділері. Балалар болса, орындарымызға отыра қоямыз. Болса, орнымызға отыра қоямыз. Тыңдап болдық қой? Орнымызды аламыз, орнымызға жинаймыз. Балалар болса, орнымызға келіп отырамыз. Қазір осы жаңағы тыңдаған мағлұматтарымыз бойынша сіздерге идеялар ұшағы барады. Идеялар ұшағынан тапсырмаларын аламыз. Бірден тапсырманы орындауға кірісіп кетеміз. Топ ішінде өздіктеріңізде тапсырмаларды қазір мен ұшақ жіберем. Әр топты бір-бір сізге ала береміз. Қайсымызға қай ұшақ түссе де қарамаймыз. Енді тапсырманы бастаймыз. Тапсырмаларымызды бастаймыз. Балалар, назарларыңыз көмек жәшігіне қарай қиындық тудырса, бұның ішіне сөз тіркестері, яғни тақырыпқа байланысты көмек ретінде салынған алуымызға болады, көмек керек болса. Өлеңді тағы да бір өздеріңізден оқып шығамыз.
яғни көмек жәшігін мен мына жерге қояйын, иә, бала? Сіздердің 5 минут уақыттарыңыз бар. эстетикалық талдаудан Тапсырма барысында мына жерде, яғни өзіміздің дескриптор мен критерийлерімізге сүйенеміз. Қазір осы басқа топты бағалаған кезде осы дескриптор мен критерийге сүйенеміз керек. 5 минут уақыттарыңыз бар. Тез-тез жай отырма, кітапты ашта ізде. Кітапты ашта ізде. Міне, тез-тез іздеңіздер. Неше шумақ, не іздеңіз? Шумақ, қайсысы басады? Мынаны ма? Біреу, екеу, неге 20 тармақ? Әр шумағында неше тармақтан жазсын? Қоспаймыз. Балалар көркемдегіш тәсілдерді, яғни епитет теңеулерді тапсақ, кір жаятын жүк мына жерде тұр. Яғни осыған әкеп қыстыра қоямыз, е? Бір-бір парақ стикерлерге жаза қоямыз да, әкеп қыстыра қоямыз. Тез. Епитет теңеулер деген міне қарап, мына оқушымыз қазір көрген шамын осы кімді арнаған? Суреттеу құралдарын салыстырыңыздар. Қазір мысалға мен балам жарықтың салуынан ауылға күн барып келген жұлдыз болып көрмеймін дейді. Бұл сөзім асылған асылғаныз, ойынғы барлық асылғаныз. Түбендеп бір осына барып, серт етіп көзімізді екеніміз. Серт деген асылғаныз. Адам болып келген. Кімге серт беріп? Яғни шынайы өмірді салыстыр. Қазіргі заманда осындай серт беретін жастарымыз бар ма бізде? Неше салыстыр? Тез-тез бағалау критерийіне қарап отырайық, скриптіміз керек. Салыстыра ғой, салыстыра ғой. Сіздерше? Сенеу не епитет тапсаңыздар, сізге жазып кіржайтыншыққа жайып көріңіз. Иә, сөйлемейсіздер. Осы мен қазақтан екеуінен іздеңіз. Екеуінен іздеңіздер. Балалар, уақытыңыз тамам болды. Қайта дайын. Кәнеки,
Балалар бағалау тарағымызды бір топтағы бағалаушы адам бағалап отырады. Кәнекей, тез. Қай топ дайын болды? Дайын тапсырмамызды айта береді. Қалған әрі қарай топтың мүшелері орындай береді. Тез. Бұл топта жазбай, түсіндірген кезде өздеріңіздің нелеріңізді неше шумақ, неше тармақ екенін білсеңіздер болды. Қалғанын үйге беретін. Болды па? Шынайы өмірмен салыстырыңыздар. Яғни мысалы мен қазір таптыңыздар ма? Қайда таптыңыздар? Көмек жәшігінен алып қарауларыңызға болады. Кәне балалар суретті құралдарын мына жерде стикерге жаза қойыңыздар, апатына мұның бәрін бірге жазбайсыңдар ғой, қазір кім жазады соны алады. Мұнан болдың ба? Болды. Мына жақтағы топтар дайынбыз, иә? Екінші топ. Кәнекей шыға қоямыз. Қай топ дайын? Шыға қойыңыздар. Балалар бәріміз әр топ тоқтатамыз жұмысымызды, тоқтатамыз. Теңеу эпитет көрсетілгіш тәсілдеріңіз бар ма? Тым болмасын тармақ шумақтарын жазғанда кір жаятын жіпке жая қойып береді. Стикерге жазсын жеге жая қойыңыздар. Жақсы. Кәнекей балалар бері қараймыз. Қазір өткені жеке баға береміз. Мына жерге айта беріңіз. Тақырыбы Күнжегелік қойыңыздар. Балалар тыңдаймыз, қателесуі мүмкін. оның тақырыбы Не болмаса, сіздер білмейтін бір тың не айту мүмкін. оның тақырыбы адам дүниеде қандай болу керек, ал идеясы оны есте сақтау керек. Шынайы өмірмен салыстырғанда, егер біз тірі адам болса, біз тірі адам жақсы көруді, ойлауды біледі. Өлеңнің жанры өлең патриотизм. Ұлтжандылық, иә? Тармақ 12 тармақ. Шумақ 4 тармақты, 4 тармақты, 3 шумақты. Жақсы. Отыра қойып. Тағы қосарыңыз бар ма? Балалар кері байланышсайшы. Ал, айтамын. Павлодар облысында Сұлтанмахмұт Торайғыров көшесі мен университеті бар. Берілген. Өте жақсы айтасың, өте дұрыс айтасың. Біздің не себепті берілген? Біздің қаламыз көбілесіз қандымыз және біздің облысымыздың тумасы ғой, Баянауылдық, иә? Мен сіздерге ол мағлұматты айтқан жоқпын, себебі қазір сабақтың соңына қарай айтамыз. Тағы не қосамыз? Тумас екен білдім, экранда алтын Иә, оқыған жері. Жақсы, осы жақтың ақын жазушысы. Болдық па, қосамыз бар ма? Жақсы. Ал осы жерде кері байланыс жасай қояйық осы топқа. Батырхан не айтасыз? Осы топ бойынша. Қорғаулар бойынша бері қарай келіп көрінбесе, келіп жанына көріңізге болады. Мен осы топқа 2 жұлдыз бір тілек айта қойып. менің бірінші жұлдызым осы топ тағы да басқа сол Махмұт Торайғыров ағамыздың шығармаларын оқып үйрене бердіңдер. Мен екінші жұлдызым сабаққа жақсы қатысып, осы сабақты беске жақсы шығардыңдар. Менің бір Тілек, қандай тілек? тілегім болашақта бүкіл топпен жұмыс істеп нетіңдер, тиянақты жұмыс істеңдер. Жақсы, отыра қоямыз. Келесі Армандос, сіздердің топтарыңыз шыға қалса. Сіздердің топтарыңыз дайын отырсын, Нұрбай. Топтарыңыз дайын отырсын. Ал, бастаңыз.
Біздің тапсырмамыз Тапсырма емес, орындағандарыңызды айта беріңіз. Сұлтан Махмұд Торайғыров 1893 жылы дүниеге келген. Ол Ақмола облысы Қызылту ауданында дүниеге келген. Жақсы, тезірек. Сұлтан Махмұд Торайғыров 1923 жылы дүниеге келген. Жақсы, дүние береді. Ары қарай. Ал Идеясы қай өлеңнің идеясы? Біз екі өлеңін өтіп жатырмыз. шығаның түрі Адам болып. Иә. ол ақылды болып, адам болып, қол қусырып отырмау, біреуге көмектесіп жүру. Жақсы, осындай идея деп танып отырмыз, өте тамаша екен. Содан кейін, ал көркемдегіш құралыңызды неге айтпайсыз? Кір жіктегі көркемдегіш құралыңызды айта аламыз. Нені таптыңыздар сіздер? Ол Толған айдай. толған айдай теңіз. Жақсы. Ал Армандос, кәдімгі бір жақ жанына қарайтыңыздар, көрінбей қалмаған. Тыңдап отырамыз балалар, кері байланыс жасауға. Мен шығамын түрі болып, Шығамын түр болсам адам болады. түрі болсам адам болып деген өлеңді бөлдім. Осы өлеңде 3 шумақ, 4 тармақ бар. Және ол кезде адамдар серт берген оқимын деп. Жақсы. Ал мен қазіргі Салыстырған екенбіз, иә? заманды салыстырдым. Бұрынғы адамдар көбі оқығысы келді. Олар талпынды, бірақ оларды шықпады, кейбірінде ғана шықты. Жақсы. Ал қазір кейбір адамдар тегін оқуды да оқығысы келмеді. Аз адамдар ғана қандай қиын болса да соны оқимын деп талпынады. Ал енді біз неге талпынуымыз керек? Қандай серт беруіміз керек өз-өзімізге? Сабақты жақсы оқуымыз керек. Сабақты жақсы оқуымыз керек. Яғни шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл өмірде адам болып деп, біз де өз-өзімізге осындай серт беруіміз керек. Тамаша. Тағы қосарларыңыз бар ма? Жақсы. 2 жұлдыз бір тілек, қайсымыз топтан біреуіміз айта қояйық, тез. Кезек-кезек айтсақ та болады. Бірінші жұлдызым олар Тезірек. екі постер жасады. Екінші жұлдызым олар тапсырманы ғана емес, салыстыруды жасады. Бір тілегім ол топпен жақсы жұмыс істеген қылу. Көрініш жақсы көрініп тұр екен. Жақсы, тамаша ота қойып. 3 топ. Батырхан, сіздердің топтарыңыз. Болыңыздар тез, Батырхан. Батырхан шығамыз, тезірек. Барын көрсетеміз, барын. Қалғанымыз мін жақта. Армандо, сіздердің топтарыңыз 2 жұлдыз бір тілек. Дайын болып отырамыз. Осы тақырыптың идеясы адамның өз-өзіне төну. Мен осы шығармада осы кісі мен тірі болсам надандыққа тебер едім деп, надандықты жек көріп, мен тірі болсам барлық еді барлық елді бақытты қылдырамын деп ойлады. Жақсы, болдық па? Жақсы. Армандос, топтарыңыз 2 жұлдыз бір тілек. Кім айтады? Айда кепімжек айта қойым. Тез қимылдайық балалар. Менің 2 жұлдыз бір тілегім ол бірінші жұлдызым олар бірге қосылып жұмыс істеді. Топпен жұмыс. Екінші жұлдызым олар тағы қосымша жазды. Жақсы. Ал үшінші тілегім әрқашан бір тілегім ол топпен жұмыс істеп сәттілік жұмыс. Жақсы. Отыра қойыңыздар орындарыңызға. Жақсы. Тұра берсін, отырамыз. Енді қазір әрі қарай біз сіздермен 2 жұлдыз бір тілек арқылы бір-бірімізге кері байланыс жасадық. Енді 1 минуттың ішінде топтарыңызбен 2-3 сөйлеммен менің сертім 5 минуттық эссе жаза қояды. Яғни бастапқыда қазір сіздер оқушысыздар, бастапқыдағы менің сертім келесіде де 5 қадаммен эссе түрінде
300 өлеңмен жаза қояйық. Тез. Өлең шығара қойсақ, менің сертім, менің өмірдегі сертім. Тез. Яғни бірінші, екінші, үшінші бір сөзбен жаза қойсақ та болады балдар. Менің сертім тез. Бірінші қандай серт береміз? Кәнеки, тез жазыңыздар сіздер. Жаз. Болдық па? 3 сөзбен болса да менің сертім деп жаза қойыңыздар. Осы Сұлтанмахмұт шығармасын оқып отырып, қандай серт беріп жатырмыз екен? Қандай серт береміз? Өзімізге өзіміз, өзгеге деген сияқты. Болдық па? Кәнеки, тоқтаймыз, уақыт аяқталды. Кәнеки, уақыт аяқталды. Мінеки, арман достардың тобы болды. Кәнеки, топтарыңызбен тез біреулеріңіз оқып шыға қойыңыздар. Кәнеки. Біз өз серттерімізді жаздық. Бірінші, сабақты жақсы оқу. Екінші, надандыққа қарсы болу. 3, мұғалімдікті. 4, тәртіпті болу. Жақсы. Батырхан, жазғандарыңызды оқыңыздар, қалған үйде қосымша аяқтап келеміз. Менің бірінші сертім адам боламын. Екінші сертім надандыққа жол бермеймін. Үшінші сертім өз елімді қорғаймын. Жақсы, өте тамаша серт беріппіз. Осы шығарманы оқу арқылы, иә? Елімізді қорғау, елімді мақтан ету керек. Өз елінің патриоты болу. Менің сертім өз өмірде серттігім, сабақты жақсы оқиық. Осыны мен істемесем, өмірде жігіт болмай. Тамаша екен бала. Болдық па? Ал енді балалар, осы жерде бір-бірлеріне қай топтың серті ұнады, смайлик арқылы бағалап партаның шетіне қоя қояқ смайликтерімізді. Тез. Яғни, Айсана қай топты бағаладың? 2 топты да. Сіздер қай топты бағаладыңыздар? 2 топты. Сіздер ше? Жақсы. Енді қазір балалар сіздерде алдарыңызда табыс баспалдағы бар. Тақтаға қарайықшы, рефлексия жасайық, табыс баспалдағы. Яғни табыс баспалдағына стикерге әркім жеке, топпен емес. Бірінші баған білемін, түсінемін, істей аламын. Осыған байланысты бүгінгі сабақта нені білдік, нені түсінеміз, жалпы келешекте нені орындай аламыз, сабаққа байланысты. Тез 3 жөнге бөліп бере ғой. Тез білемін, түсінемін, орындай аламын. Сол жазғандарыңызды әр топтың мұн жақта бағалау парақтарыңыз тұр ғой, мына жағына стикерге жабыстыра қойыңыздар. Тез жазыңыздар ма сіздер? Әркім өз жеке жазады, топпен емес, әркім өз жеке. Бір стикерге жазып саламыз. Бір стикерге, тезірек. Білемін, істеймін, орындай аламын. Яғни бүгінгі сабақта не біліп шықтық, нені орындай аламыз, нені түсінеміз. Болдық. Яғни бағалау парағымен басқандағын тапсырамыз. Бір сөзбен жаза қойыңыздар. Бір сөзбен нені білеміз, сөз тіркесімен. Мінеке арман достың тобы болыпты. Болдық. Кәнеки мүмкіндік болыңыздар. Болдық. Жақсы, өте тамаша. Яғни енді қазір айтамын бұл. Енді бүгінгі сабақтарымызға балалар сіздерге мен рахмет айтқым келеді. Және сабақты бағалауым менің сіздерге деген рахметім.